Оқушы сілтемесіз қосылатын сабақты мұғалім қалай жоспарлайды? Ол үшін сіз алдымен командаға өтіп, әр пәнге жеке канал ашылды ма, соған көз жеткізіп алыңыз. Канал ашу туралы бөлек сабақта айтылған. Егер де сіз пән мұғалімі болсаңыз, сіз сабақ беретін әр сыныпта сіздің пәніңізге канал ашылды ма, соны бір қарап шығыңыз. Одан кейін сабақты жоспарлау үшін сіз календарьға өтесіз. Календарьға өткеннен кейін сабақ болатын күнді таңдаңыз. Айталық, 20 қаңтар болса, 20 қаңтарды тауып аласыз. Одан кейін автоматты түрде бұл шығып тұрады. Егер де шықпаса, мына жерден іздейсіз де 20 қаңтарды тауып аласыз. Осы аптаны, міне. Одан кейін сіздің сабағыңыздың болатын уақыты, қай уақыт соны анықтап аласыз. Сосын сол жақтан іздейсіз. Мұнда тұрған сандар, цифрлар, бұлар уақытты білдіреді. 8-дің тұсына сіз 8-де болатын сабақтар жазасыз. 8 мен 9-дың ортасындағы жазу орнына сіз 8:30-да басталатын сабақты жазасыз. Мысалы, 20 қаңтар менде бірінші сабақ ана тілі болатын болса, 8:30-да басталады. Мен оны мында жазамын. Басып кірдім. Мында пәннің атын жазамын. Ана тілі. Ана тілі менде 8:30-да басталып, 8:55-те аяқталады. Уақытын көрсетіп қоямын. Сегіз 25. Міне 25 минутқа созылады. Одан кейін міндетті түрде сабақ беретін сыныпты таңдаймын, және сол сыныпта қазір болайын деп жатқан сабақты таңдаймын, яғни ана тілін. Болды. Енді отправить дегенді басамыз. Тексерейік. Міне жасалып жатыр бірінші сабағымыз. Одан кейін екінші сабақ сағат 9-да басталады. Екінші сабақ менде математика. 9 деген уақыттың тұсына жазамын. Математика 9:00-де басталып, 9:25-те аяқталады. Дәл жаңағындай сыныпты таңдап, одан кейін пәнді таңдау маңызды. Отправить. Міне осылай өзіңіздің сол күні болатын сабағыңызды жоспарлап аласыз. Бір ғана календарда сіз барлық сабақ беретін сыныптарыңызды жоспарлап қоясыз. Уақытымен. Енді қажет болған жағдайда, қалайда қателесіп кеткен болсаңыз, бұл жоспарланған сабақтарды өшіріп, қайта жасау керек болса, өшіруге қажет болса, мышканың оң жағын басып, изменить деп басасыз, одан кейін отменить собрание деп қателескен собранияны өшіруіңізге болады. Содан кейін жаңағындай қайта жасауыңызға болады. Енді оқушылар қалай қосылады бұндай сабаққа? Оқушылар өздерінің құрылғыларынан кірген уақытта Microsoft Teams'қа олар командаға өтеді. Командада қазір мысалы уақытпен ана тіл сабағы болып жататын болса, 8:30-да. Мына ана тілінің тұсында камераның значогы жанып тұрады. Сонда кіріп, оқушы сіздің сабағыңызға қосылады. Сілтемесіз. Мында присоединиться деген жазу шығады уақыты келгенде. Немесе оқушы дәл солай өзінің құрылғысында календарьға басып, сол күнді, сол сағатты тауып алып, мында жанып тұрған камераның значогына басса, сол сабаққа қосыла алады. Сонда сіз оқушыға ешқандай да сілтеме жібермейсіз. Оқушы Microsoft Teams'қа кіру арқылы, команда арқылы немесе календар арқылы сіздің сабағыңызға тікелей қосылады.